Баршаңызға сәлем. Бүгінгі сабақта мен диск саны қалай бөлуге болатынын көрсететін боламын. Тағы да басқа қызықты нәрселерді үйренгіңіз келсе, каналға жазылыңыз. Сол жақ төменде орналасқан босықты басамыз. Мына жерден компьютерді таңдаймыз. Мынау ашылған терезеде бізде қазір тек қана S дискісі тұр. Ол дисктің памяті 150 гигабайт, оның 142 гигабайты бос тұр. Яғни 8 гигабайт қана орын алып тұр. Енді осыны бізге осы дискті қысқарту керек. Қысқартылғаннан кейінгі қалған дискіні екінші диск ретінде создать ету керек. Ол үшін бізге Acronis Disk Director программасы керек. Төмендегі ссылканы бассаңыздар, осы сайтқа кіресіздер. Осы жерден төменге сәл түссек, мына жерде скачать Acronis Disk Director ссылкасы тұр. Осы ссылканы басамыз. Бұл жерде сол жақ төменгі бұрышта уже бізде загрузка басталды. Программа жүктеліп болған соң, мына жерде астыңғы панельде тұрған сары папканы басамыз. Осы жерден мынау списоктен загрузки папкасына кіреміз. Бұл жерде интернеттен жүктелген файлдардың барлығы осы папканың ішінде орналасады. Егер сіздерде программа жүктеліп болғаннан кейін осындай ақ файл болып тұрса, онда ол программа қазір сіздерде ашылмайды. Ол үшін WinRAR архиватор программасы керек. Төмендегі екінші ссылка бойынша WinRAR-дың сайтына кіріңіздер. Сайтқа кіргеннен кейін бұл жерде WinRAR-дың екі варианты бар. Біріншісі 64 разрядтық, екіншісі 32 разрядтық. Бірінші сіздердің компьютерлеріңіз қандай разряд екенін біліп алу керек. Пусыкты басамыз. Мына жерден компьютерді таңдаймыз. Енді осы жерде мынау ақ бос орынға мышканың стрелкасын апарып, оң жағын басамыз. Сөйтіп, свойства разделін басамыз. Свойствада бұл жерде компьютер туралы қысқаша мәліметтер жазылған. Бұл жерде бізге тип системы деген қатар керек. Осы жерде компьютердің қандай разрядтылығы екенін жазылып тұрады. Ал Windows 10 операциялық жүйесінде төменгі панельде орналасқан сары папканы, яғни проводникті басамыз. Мына жерден этот компьютерді таңдаймыз. Жаңағыдай мына жерде ақ бос орынға мышканың стрелкасын апарып, оң жағын басамыз, свойстваны басамыз. Бұл жерде де сол тип системы қандай разрядтылығы екенін жазылып тұрады. Қазіргі менің операциялық жүйем 32 разрядтық, сол үшін 32 разрядтық версияны басамын. Мына жерде продолжить скачивать WinRAR-ды басамыз. Енді төменгі сол жақ бұрышта загрузка басталады. Егер сіздерде загрузка басталмаса, онда мына жерде нажмите здесь ссылкасын бір рет басасыздар, сол кезде программа жүктеледі. Программа жүктеліп болған соң, загрузки папкасына кіреміз. Осы жерден WinRAR-дың программасынан ашамыз. Да. Төменде установить басамыз. Мына жерде ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Окей. Болды. Программа басылды. Готованы басамыз. Бұл терезені жаба саламыз. Енді бізде Acronis Disk Director'дың значогы архивке өзгерді. Енді осы жерден Acronis Disk Director'ды аша берсек болады. Ашылған архивте мына жерде Acronis Disk Director папкасын ашамыз. Енді осы жерде пароль на архив деген блокнот тұрады. Блокноттың ішінде kitchcast.biz сайты, соны копировать етіп аламыз. Енді мына ішіндегі архивті тағы да ашамыз. Бізге осы папка керек. Осы папканы үстінен басып тұрып, рабочий столға апарамыз. Жаңа копировать етілген парольді қоямыз. Болды, дайын. Керек емес терезелердің бәрін жауып тастасақ болады. Рабочий столда орналасқан Acronis Disk Director папкасын ашамыз. Осының ішінде екінші install деген файлдың үстінен мышканың оң жағын басып, запуск от имени администратора деген басамыз. Да. Енді осындай консоль шығады. Осы консоль жабылғанша күтеміз. Бізде программа орнатылды.
Енді керек емес терезелерді жауып, программаны аша берсек болады. Енді бұл папканың бізге қажеті жоқ. Барлығы дайын. Енді Acronis Disk Director программасын ашамыз. Программаны ашқан соң бізде осындай терезе пайда болады. Бұл жерде бізде бар дисктерді көрсетіп тұрады. Мына жерде бізге локальный том с дискісі керек. Осы дискіні таңдап аламыз. Сосын сол жақта изменить размер тома деген операцияны таңдаймыз. Енді осы жерде дискінің памятін қысқарта берсек болады. Памятті өзгерту үшін мына жерде мына сары линияны оң жақтағы мына точкасынан мышканы басып тұрып солға қарай жылжытсақ, ол автоматты түрде память азая береді. Сөйтіп памятке қарап өзімізге керекті памятті таңдап алсақ болады. Немесе астында тұрған размер тома деген жерге керекті памяттің мөлшерін жазамыз. Сөйтіп Enter'ді басамыз. Егер сізде Windows 10 операциялық жүйесі болса, онда S дискіні 100-ден түсіруге болмайды. Яғни рекомендуемый память 100 гигабайт. Ал егер Windows 7 болатын болса, онда 50 гигабайтқа дейін түсіре берсеңіздер болады, бірақ 50-ден төмен түсіруге тоже болмайды. Так, енді мына жерде бізде незанятое пространство 100 гигабайт пайда болды. Окейді басамыз. Дискісінің памяті бізде қысқартылды, және астында не занято деген тағы да бір раздел пайда болды. Соның үстінен басамыз. Сол жақтан создать том операциясын таңдаймыз. Тип тома деген жерде базовыйды таңдаймыз. Сосын далені басамыз. Незанятое пространство бізде 100 гигабайт. Тағы да далені басамыз. Енді осы жерде файловая система бізде NTFS болу керек. Размер кластері auto. Назначить букву деген жерде, ол жерде дискінің аты. Бұл жерде міндетті түрде D болу қажет емес. Кез келген әріпті таңдасаңыздар болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Дисктің памяті 100 гигабайт. Бұл бізде барлығы дайын. Енді завершитті баса берсек болады. Барлық операция орындалып бітті. Мына жерде бізде локальный том S және локальный том E деген екі диск пайда болды. Енді жоғарыда тұрған применить ожидающие операция деген сары флажокты басамыз. Енді қазір бізде компьютерде перезагрузка жасалады. Продолжитті басамыз. Окейді басамыз. Енді перезагрузкадан кейін сіздерде компьютерде қара экран шығып, ол жерде бір жазулар шығады. Одан еш қорықпаңыздар. И компьютерді өшірмеу керек. Пока осы процесс аяқталғанша күтеміз. Бізде компьютер қосылды, бәрі дайын. Енді пускты басамыз, компьютерді таңдаймыз. Енді мына жерде бізде диск S бар еді, енді оның қасында локальный диск E пайда болды. Яғни барлығы жұмыс істеп тұр. Біз локальный дисктің E-нің ішіне әлі еш нәрсе басқан жоқпыз, сол үшін бұл жерде пустой болып тұр. Енді бұл жерге керек өздеріңіздің сурет, немесе видео, файл, документтеріңіздің барлығын осының ішіне переместить етіп қойсаңыздар болады.